Ежелгі тас дәуірі палеолит. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 миллион 600 жыл мен 12 мың жылдық аралығын қамтитын кезең. Ерте тас дәуірі палеолит ол 3 кезеңнен тұрады. Ерте палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 2 миллион 600 мың жылдан біздің заманымыздан бұрынғы 100 мың жылдыққа дейін. Орта палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 100 мың жылдықтан біздің заманымыздан бұрынғы 40 мың жылдыққа дейін. Кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 40 мың жылдықтан біздің заманымыздан бұрынғы 12 мың жылдыққа дейінгі аралықты қамтиды. Палеолит өзі 2 үлкен кезеңге бөлініп қарастырылады. Ерте палеолит ол 3 кіші кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең Алдовей біздің заманымыздан бұрынғы 2,6 миллион 800 мың жылдық. Екінші кезең Ашель біздің заманымыздан бұрынғы 800-140 мың жылдар. Үшінші кезең Мустье біздің заманымыздан бұрынғы 140 мың жылдар. Кейінгі палеолит біздің заманымыздан бұрынғы 40 мың жыл және біздің заманымыздан бұрынғы 12 мың жылдар аралығын қамтиды. Адам баласының ең алғашқы еңбек құралдары тастан жасалған. Осыған байланысты алғашқы тарихи кезең тас ғасыры деп аталған. Оңтүстіктегі Үнді мұхиты жағынан жылы ауа Қазақстан жеріне келіп тұрған. Сондықтан Қазақстанда субтропиктік ормандар болған. Еңбек құралдары: чоппер тасты жарып, бөлшектеп, жүзі өткірлерін пайдаланды. Чоплинг домалақ малта тасты екі жағынан егеген, жүзі өткір, ирек ара секілді құрал. Бифас екі жағынан да өңделген қарапайым шапқыш құрал. Ретуш әдісі бір қабат өңделген тас құралдың жүзін ұсақ кертік ойықтар, араның жүзі сияқты жасау арқылы өткірлеу. Жарғыш өзек тас нуклеус. Палеолиттің ерекшелігі Евразия мен Африка аймақтарының сол дәуірдегі мәдениеттерінің едәуір ұқсастығы болып табылады. Алғашқы қауым адамы жабайы өсетін дәндерді, жеміс-жидектерді жинап, жануарларды аулаған. Төменгі палеолиттік ескерткіштер Қазақстанның Жамбыл облысындағы Қаратаудан 50-ші жылдары табылды. Мұны тапқан археолог Алпысбаев. Бөрі қазған, тәңір қазған және тоқалы 1, 2, 3, сонымен бірге Шу өзенінің оң жағалауындағы қазанғап қоныстары белгілі. Бұл жерлерден көбінесе тастан жасалған шапқыштар табылған. Ортаңғы палеолиттің ескерткіштері Қазақстанның барлық аймағынан табылған. Оңтүстік және шығыс Қазақстаннан, Маңғыстау түбегінен, Мустье дәуірінің қоныстары табылған. Бұларға Сарысу өзені бойындағы Мұзбел, Ертіс өзені, Қанай ауылының маңындағы қоныстар жатады. Ежелгі тас дәуірі адам мен оның шаруашылығы қалыптасуының бастапқы уақыты. Палеолит дәуіріндегі адамның қоғамдық ұйымы күрделі де ұзақ даму жолынан өтті. Оның бастапқы кезеңі алғашқы тобыр, бірлесіп қорғану және шабуыл жасау, аң аулау және теремшілік үшін бірлесу болды. Алғашқы қауым түрі, алғашқы тобыр ерте палеолиттің әлеуметтік қатынастарын сипаттайды. Көне еңбек құралдары Қаратау жотасы аумағынан табылған. Ал 1958 жылғы археолог Алпысбаевтың қазған тұрақтары бөрі қазған және тәңір қазған өте қызық көрініс алған. Қазба жұмысы кезінде бизонның, ақбөкеннің, арқардың, жабайы жылқының сүйектері, ал құралдардан қырғыштар, сүйір үштықтар,
пышақ тәріздес пластиналар ұшырасты. Жоғарғы палеолит ескерткіштері орталық және шығыс Қазақстаннан да табылған. Батпақ 8, Семіз бұғы, Қарабас 3, Агренсор 2 осындай ескерткіштер тобына жатады.